алатын өлшемнің түрі ол көйлектің өлшемі және жеңнің өлшемі. Көйлектің өлшемін алу үшін бірінші біз мойыннан бастаймыз. Сіздерде мойында қырмыз. Алдыға кішкене басты алдыға қарата еңкею керек. Сол кезде мында 7-ші сізде омыртқаңыздың нүктесі шығады. Сол омыртқа нүктесін белгілеп аласыздар. Мында мойыннан былай сантиметр бүйірден өткізіп алғаннан кейін мойын омыртқасына лентаны қойып аласыздар. И алдыңғы жақта сіздерде мында сүйектеріңізге, алдыңғы мойын сүйектеріне сізге сантиметр лента сәйкес келіп тұру керек. Яғни мойынға өте қатты жабыстырып алуға болмайды. Өйткені киімді киген кезде сізде басыңыз сынмай қалады. Одан кейін өте алысқа да кетіп қалуы мүмкін. Өйткені мойын жағыңыз сізде бұлжырап желбірлеп қалады. Сондықтан именно осы екі омыртқа сүйегі мен алдыңғы жақтағы мойын сүйектеріңіздің қатарында тұру керек. Не осыны белгілеп алдыңыз. Так, мысалға 40-44 сантиметрге дейін жетуі мүмкін. Келесі өлшем ол бізде тағы да белдің өлшемі. Белдің өлшемін уже қалай алатыныңызды білесіздер. Мен қазір тек өзіме белгілеп аламын. Тағы да шынтақтан алып. Көйлектерде сіздерде бөксеге дейінгі аралықта конструкция құралатын болады. Сондықтан бөксенің ұзындығы және бөксе биіктігі де есептелінеді. Ал қазір біз сіздермен алатын өлшем ол келесі өлшеміміз кеуде өлшемі болады. Кеуденің өлшемінің 3 түрі бар. Кеуде асты өлшемі, кеуденің ең үлкен жері және де кеуденің бірінші өлшемі. Әйел адамдарда өлшемді алған кезде кеудені 1 сантиметрдей объем қосасыздар. Өйткені сикылдары болған кезде ол кісілер ісініп кетуі мүмкін. Сондықтан киім тар болып қалмау үшін кеудеге міндетті түрде 1 сантиметр қосып аласыздар. Бірінші өлшемде сіздерде кеуденің үлкен жері емес, жоғарғы жағынан аласыздар. Бұл жерде де артқы жағыңыз параллельді полға түсіп тұру керек. Мұнда параллельді полға түсіп тұру керек. Алдыңғы жағыңыз сәл жоғары тұрады. Бұл сіздерде кеуде айналымының бірінші өлшемі. Келесі өлшем ол бізде кеуде айналымының екінші өлшемі. Кеудеңіздің ең үлкен жері параллельді полға түсіп тұру керек. Мұнда не сіздерде қолтық астынан параллельді полға өтіп тұр. Ол сіздерде кеуде айналымының екінші өлшемі болады. Үшінші өлшем бізде кеуде астының өлшемі, бірақ көйлектерде ол өлшемді сіздер қолданбайсыздар. Оны жеке киімдерді тіккен кезде қолдануға болады. Келесі өлшем бізде ол омырауыңыздың кеуде биіктігі, яғни омырауға дейінгі иық пен ара қашықтықты кеуде биіктігі деп аламыз. Иықты алған кезде, егер клиентіңіз майкамен немесе футболкамен тұратын болса, сіздерде иық тігісі болады. Сол тігісті өзіңізге шпаргалка ретінде қолдансаңыз болады. Яғни сол тігіске қойып аласыз, одан кейін омыраудың ең үлкен нүктесіне шейін алып келесіз. Бұл сіздерде кеуде биіктігі болады. Одан кейін кеуде, алдыңғы жақ кеуде ұзындығы, артқы жақ кеуде ұзындығы болады. Алдыңғы жақты өлшеген кезде жәнеге иық нүктесіне белгілеп аласыз, кеудеге дейін алып келесіз. Одан кейін сразу түзуінен емес, омырау астымен өткізіп, белге дейінгі ара қашықтықты өлшейсіз. Егер түзуінен алып кетіп, омырау астын есептемейтін болсаңыздар, сіздер бірнеше сантиметр өлшемді есептемеген болып саналасыздар. Бұл жерде уже конструкцияларыңыз дұрыс шықпайды. Ал артқы жақты өлшеген кезде, артқы жақта сіздерде омыртқа көмектеседі. Тағы да 7-ші нүктеңіз тауып аласыздар. Содан түзу беліңіздің өлшеміне дейін өлшейсіздер. Бұл артқы ұзындық болады. Келесі өлшем кеуденің артқы жақтың ені, артқы кеуденің. Бұл жерде мысалға сіздер жаңа сұрауларыңыз мүмкін, кеуденің өлшемін алғаннан қандай айырмашылығы бар деп. Артқы және алдыңғы жақ кеуденің енін өлшеген кезде сіздерде қолтық асты есептелінбейді. Артқы жақта бір қолтықтан екінші қолтыққа дейін ғана есептейсіз. Не мысалға, мына жерде қолтығыңыздың нүктесіне дейін. Алдыңғы жақта да тура солай мысалға аласыз. Қолтықтан бастап аласыз. Ең алғашқы кеуде өлшемін қалай өлшедіңіз, солай өлшейсіз. Яғни мына жақтағы үлкен объемды алмайсыз, бірінші алған өлшемнен параллельді полға түсіп тұру керек. Бұл сіздерде кеуде айналымының ені болып есептелінеді. Келесі өлшем, одан кейін
негізгі өлшемдердің бірі болып есептелінеді. Екі кеудеңіздің нүктелерінің ара қашықтығы. Бұл сіздерде кеудеңіздегі вытычка, яғни артық ойық қанша екенін есептеу үшін маңызды. Клиентіңізден сұрап аласыз, сізде кеуде нүктелері қай жерде орналасқанын. Үлкен адамдарда ол 16-дан жоғары болу керек. 16-15-тен. Егер одан төмен алсаңыздар, дұрыс есептемедіңіздер деген сөз. Белгілеп аласыз, екі ара қашықтықты өлшейсіз. Мысалға 16-17 ол стандартты размерлердің қатарына кіреді. Одан кейінгі маңызды өлшемдердің бірі қаптау биіктігі. Ол дегеніміз, мысалға қолтыққа дейінгі ұзындық. Клиентіңіздің қолтығына, мысалы, қолыңызды соғып мазасын алмау үшін мына сияқты сантиметрлік линейкалар, сызғыштарды қолдансаңыз болады. Яғни қолтық астына сызғышты қойып аласыз. Камера қымды. Тағы да сантиметрлік лентаны сызғыштың жоғарғы жағына және мына жерде белдегі тұрған сантиметрлік лентаның төменгі жағына дейін өлшеп аласыз. Бұл сізде қаптау биіктігі. Бұл өлшемде өте маңызды. Осы өлшемнің көмегімен сізде қолтық ойығы пайда болады. Бұл 18-19 сантиметрге дейінгі биіктікке жүреді. Келесі өлшем ол бізде иықтың өлшемі. Бұл жерде иықта да өте маңызды. Кейбір оверсайз киім болуы мүмкін, немесе футболкалар кең тұратын болса, мына сияқты тігіс төмен түсіп тұрғанына қарамайсыздар. Бұл жерде және сіздер мойын өлшемін алған кездегі сіздер иықтың бойындағы мойын өлшемі сіздерде тура мойныңыздың түскен жерден басталады. Ал мұнда былайға төмен алмайсыздар. Қолтықтарыңыздың сызығынан өздеріңіз былай алсаңыздар, сіздерде нақты иық өлшемі шығады. Яғни сіздерде мына жердегі тігіске мән бермеуіңіз керек. Қолтықтан былай жоғары көтеріп алдыңыздар, 10, 11, 12 сантиметрлік өлшем шығады сіздерде. Бұл иықтың өлшемі. Одан кейін артқы өлшемдеріңізді дұрыс алғандарыңызды тексеру үшін сіздерде тағы бір өлшем түрі бар. Ол қиғаш иық биіктігі болып есептелінеді. Бұл жерде де сіздер жәнегі иықтың өлшемін тауып алдыңыздар. Сол нүктеден омыртқа нүктесіне дейін қиғаш өлшейсіздер. Бұл өлшем негізі конструкцияда қолданбайсыздар. Тек конструкцияны толықтай сызып біткеннен кейін өлшемді дұрыс алдыңыздар ма, жоқ па, конструкцияңыз дұрыс шықты ма, соны тексеру үшін қолданатын тексеріс өлшемі болып есептелінеді. Ал ең соңғы өлшем, одан кейін бізде көйлектің ұзындығы. Көйлек ұзындығын алу үшін де сізде алдыңғы жаққа мән бермейсіздер, өйткені әйел адамда омыраудың формасы әртүрлі болуы мүмкін, сондықтан жетінші омыртқадан аласыздар, төмен қарай түсіресіз. Қаншалықты ұзындықта сізге көйлек қажет, соны белгілеп аласыздар. Негізі көйлекті өлшемін алған кезде клиент қалағаннан 10-15 сантиметрге ұзынырақ алыңыздар. Өйткені тігіс барысында өзгеру мүмкін, ойлары қосуы мүмкін, мата немесе қысқарту мүмкін. Енді көйлектің етегінің ұзындығын ең соңында ғана сіздер қысқартасыздар. Келесі өлшем ол бізде жеңнің өлшемдері. Жең өлшемдеріне сізде бағанағы болған кеуде өлшемдерінің біреуі, яғни кеуде өлшемінің айналымының екіншісін аласыздар. Ол сіздерде негізгі өлшемдердің бірі. Одан кейінгі өлшем жеңнің ұзындығы. Иық нүктесін тауып аласыз, сол иықтан шынтаққа дейін алып келесіздер. Шынтақты бүгіп, шынтақты тауып алғаннан кейін қайтадан төмен түсіресіздер. Бұл жерде сіздерде білекке дейінгі ұзындық, сіздерде жеңнің ұзындығы болады. Одан кейінгі келесі өлшем шынтаққа дейінгі ұзындық. Тура жәнегі сияқты иықтан тауып аласыздар да, шынтақты бүккен жерге дейінгі ұзындық, бұл сіздерде шынтақ ұзындығы. Бұл ұзындыққа жататын өлшемдер. Келесі өлшем, одан кейін қол өлшемі, қол айналымы. Сізде білектеріңіздің емес, қолыңыздың ең жоғарғы жағынан айналымды есептеп аласыздар. Тоже параллельді қолға жатуы керек. Мына жерде тұрған өлшем сіздерде қол айналымы. Одан кейін шынтақ айналымын өлшейсіздер. И білек айналымы. Білек айналымында сіздерде мұнда нақты білектің тұрған жері. Егер киімдеріңіз денеге жабысып тұратын өлшем киім болатын болса, созылмалы матадан тігетін болсаңыздар, жұдырықтың да өлшемін есептеп алсаңыздар болады. Жұдырықты аласыздар. Одан кейін оны өлшейсіздер. Жұдырықты өлшеу себебіміз, сіз жабысқан киімді тіккен кезде білектің өлшемімен тіктайтын болсаңыз, кейін қолыңыз ішіне сыймай қалады. Соны ескеріңіздер. Қосымша сұрақтарыңыз болып жатса, WhatsApp-қа немесе осы Telegram каналға сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады.